Қайырлы күн, құрметті достар. Біздер бүгін Рубик тежесін құрастыруды жалғастырамыз. Бүгін 5-ші қадамды үйренетін боламыз. Алдыңғы сабақта біз 2-ші қабатты құрастыруды үйрендік. Бүгін 5-ші қадамның мақсаты ол 3-ші қабаттың үстінде сары крест құрастыру. Яғни біздің бүгінгі жұмысымыздан кейін осындай крест шығу керек. Бұл онша қиын емес, оңай, мұқият қарасаңыздар түсінесіздер. Ендеше сабағымызды бастайық. Сары крест құрастыру үшін алдымен жоғарыдағы сары түске мән береміз. Сары түс болған кезде бұрыштардағы емес, яғни мына кресттің құрамындағы бөліктердің сары түстеріне мән береміз. Біздерде 3 жағдай кездесуі мүмкін. Мысалы, бірінші сызық кездесуі мүмкін. Ол бірінші жағдай. Егер де осындай сызық кездессе, оны қалай ұстауымыз, қай бағытта ұстайтынымызды үйренуіміз керек. Яғни сызық кездессе, оны былай тігінен емес, көлденеңнен ұстауымыз керек, өзімізге көлденең бағытта. Сосын мына өзіңізге жақын алдыңғы бөлігін төмен қарай түсіреміз. Бір рет. Сосын оң жақпен бір рет пипа жасаймыз. Сосын жаңағы түсірген бөлігімізді қайтадан орнына алып келеміз. Сол кезде бізде крест құрастырылды. Мына төрт бұрышындағы түстерге мән бермеңіздер, ол әртүрлі түс ауыса беруі мүмкін. Ең бастысы бізде сары крест құрастыру, яғни құрастырылды. Бұл бірінші жағдай. Екінші жағдайда жоғарғы бөлігіне қарасақ, сары крест құрастыру үшін біздерде сары түстер тек үшеуінде ғана тұр екен. Екінші жағдайда осындай жағдай кездесуі мүмкін. Оны қалай ұстауымыз керек? Мысалы, орысша біз оны галочка деп атайды. Оның орналасу өзінің тәртібі бар. Мысалы, оны былай ұстамаймыз. Былай да болмайды, былай да болмайды. Яғни осылай жасауымыз керек. Өзімізге қарап тұрған кезде мына галочка осылай тұру керек, міндетті түрде. Осылай ұстағаннан кейін жаңа алдыңғы бөлігін, өзімізге жақын бөлігін төмен қарай бір рет түсіреміз. Сосын пипап жасаймыз. Егер де галочка болса, 2 рет пипап жасаймыз. 1, 2. Сосын түсірген бөлігімізді қайтадан көтере қоямыз. Сол кезде бізде сары крест құрастырылды. Үшінші жағдай. Жоғарыдан сары түсі қараған кезде, үшінші жағдай, яғни ортасында ғана сары түс болуы мүмкін. Тағы да айта кетейін, бұрыштардағы түстерге мән бермеңіздер, біздер тек кресттің құрамындағы түстерді қараймыз. Яғни бұны нүкте деп атайды. Нүкте болған кезде оны қай жағынан қалай қаратып ұстасаңыз да бәрібір. Яғни өзіңізге жақын бөлігін төмен қарай түсіресіз. Сосын бір рет пипа жасап көреміз. Бір рет пипа жасадық. Сосын түсірген бөлігімізді көтереміз. Көтерген кезде крест құрастырылған жоқ, бізде бірақ бізге ұқсас, өзімізге таныс, яғни галочка шықты. Галочка шыққан кезде өздері білесіздер қалай ұстау керектігін. Оны былай ұстамаймыз, керісінше жоғары қарап тұру және сол жаққа қарап тұру керек тармақтары. Сосын одан әрі қарай сіздер қалай құрастыру керектігін жаңа айтып кеттім, оны білесіздер. Алдыңғы бөлігін түсіреміз, галочка болса пипафтан 2 рет жасайтын едік, 2 рет жасаймыз. 1, 2. Сосын түсірген бөлігімізді қайтадан орнына келіп көтере қоямыз. Сол кезде бізде сары крест құрастырылды. Бүгін біздер 5-ші қадамды үйрендік. Назарларыңызға көп рахмет. Арнаға тіркеліңіздер. Қалған қадамдарды қарай жүріңіздер. Қоңырауын суретін бассаңыздар, уақытында көріп отырасыздар. Назарларыңызға көп рахмет.